Магнийдің ауада жануынан магний оксиді алынады. Күкірт пен темірдің қоспасын қыздырсақ, темір 2 сульфиді түзіледі. Күкірттің оттекте жануы нәтижесінде күкірт диоксиді түзіледі. Осы оксид пен судың әрекеттесуі барысында күкіртті қышқыл алынады. Бұл реакциялардың барлығына тән ортақ белгі бар екеніне назар аударыңыз. Олардың әрқайсысында қарапайым реагенттердің қосылуынан құрылысы күрделірек бір өнім түзіліп отыр. Мұндай реакциялар қосылу реакциялар деп аталады. Алғашқы 3 мысалда өнім элементтердің қосылуынан түзілсе, соңғы мысалда реагенттер ретінде қарапайым химиялық қосылыстар, күкірт диоксиді мен су алынып, олардың әрекеттесуінің нәтижесінде химиялық құрамы күрделірек күкіртті қышқыл. Егер сынап 2 оксидін қыздыратын болсақ, оттек пен сынапты аламыз. Қорғасын нитратын қыздырғанда 3 өнім түзіледі. Қорғасын оксиді, азот диоксиді және оттек. Жараларды залалсыздандыру үшін қолданылатын сутек пероксидін қыздырған кезде алынатын өнімдер су және оттек. Бұл жолы қарастырылған әр реакцияда бір реагенттен 2 немесе одан да көп өнім алынды. Бір реагенттен 2 немесе одан да көп қарапайым өнім алынатын реакция айырылу реакциясы деп аталады. Сынап 2 оксиді айырылғанда түзілетін өнімдер сынап пен оттек. Қорғасын нитраты, қорғасын оксиді, азот диоксиді мен оттекке айырылады. Ал сутек пероксидінен оттек пен су түзіледі. Егер сұйылтылған тұз қышқылына магний кесегін салсақ, газ көпіршіктерінің пайда болып, магнийдің біртіндеп жоғалатынын көреміз. Магний тұз қышқылымен әрекеттесіп, сутек пен магний хлоридін түзеді. Егер осы реакция теңдеуіне мұқият қарайтын болсақ, магний атомының бұрын хлормен байланысқан 2 сутек атоммен орын ауыстырғанын байқаймыз. Реагенттер арасында атомдар алмастырылып, жаңа өнімдер түзіледі. Мұндай реакция типін орын басу реакциясы деп атаймыз. Хлор сутек пен натрий гидроксиді арасындағы реакция нәтижесінде су мен натрий хлориді түзіледі. Реакция барысында натрий гидроксидіндегі гидроксид иондар мен қышқыл құрамындағы сутек иондары қосылып, су түзеді. Қышқыл мен негіз реакцияға түсіп, нәтижесінде су мен тұз түзілетін реакция бейтараптану реакциясы деп аталады. Орын басу реакциясының келесі мысалы, мырыш пен мыс 2 сульфатының ерітіндісі арасындағы реакция. Бұл реакцияда мырыш атомдары мыс сульфатындағы мыс атомдарының орнын басқан. Нәтижесінде жаңа заттар мырыш сульфаты мен бос металл күйіндегі мыс түзіледі. Реакцияның қалай жүріп жатқан реагенттердің түсі қалай өзгеріп жатқандығын бақылау арқылы біле аламыз. Көк түсті мыс сульфаты түссіз мырыш сульфатының түзілуіне байланысты біртіндеп түссіздене береді. Мырыштың бетіне қонатын мыс атомдары оған өзіндік қою қоңыр түс береді. Химиялық қосылыстардан басқа металды немесе сутекті ығыстыратын металдың белсенділігі олармен салыстырғанда жоғары болады. Келтірілген мысалдарда магний сутекке қарағанда, ал мырыш мысқа қарағанда белсендірек болады. Натрий, күкірт және алюминий оттекпен қосылған кезде сәйкесінше келесі оксидтерді түзеді. Натрий оксиді, күкірт диоксиді және алюминий триоксиді. Заттардың оттекпен тікелей қосылуы тотығу реакциясы деп аталады. Тотығу реакцияларына сондай-ақ реагенттердің бірі өзінің сутек атомын жоғалтатын реакцияларда жатады. Мәселен, күкірт сутек пен хлор арасындағы реакцияда күкірт тотығады. Себебі күкірт сутектің әр молекуласы 2 сутек атомын жоғалтады. Метанның жануы да тотығу реакциясына жатады. Бұл реакцияның нәтижесінде көміртек диоксиді мен су түзіледі. Реакция барысында метан сутек атомдарын жоғалта отырып, оттек атомдармен қосылады, яғни ол тотығады. Тотығуға кері процесс тотықсыздану деп аталады.
егер реакция барысында реагент оттек атомдарын жоғалтса немесе сутекпен қосылса, оны тотықсыздану деп атайды. Алдыңғы видеода қарастырылған күкірт сутектің тотығу процесінде хлор сутекпен қосылып тотықсызданады. Өзіміз көріп отырғандай, күкірттің тотығуы мен хлордың тотықсыздануы бір уақытта жүрді. Осындай типті реакциялардың барлығы осы ережеге бағынады. Бір реагенттің тотығуы әрқашан екіншісінің тотықсыздануымен қатар жүреді. Нәтижесінде металл күйіндегі мыс пен су түзілетін мыс 2 оксиді мен сутек арасындағы реакцияда бір уақытта жүретін тотығу және тотықсыздану реакциясының мысалы. Мыс оксидінің құрамындағы мыс оттегін жоғалтып тотықсызданса, сутек оттекпен қосылып тотығады. Химиялық реакциялар көбінесе реагенттері сәйкес еріткіште ерітілген ерітінділерде жүргізіледі. Ең көп қолданылатын еріткіш су. Реакция барысында түзілетін барлық заттар суда ери бермейді. Кейде өнімдердің бірі суда ермей тұнба түзеді. Мұндай реакциялар тұнбаға түсу реакциялар деп аталады. Тұнбаға түсу реакциясының бір мысалы күміс нитраты мен натрий хлориді арасындағы реакция. Бұл реакция нәтижесінде ақ тұнба күміс хлориді түзіледі. Тұнбаға түсу реакциясының келесі бір мысалы калий йодиді мен қорғасын нитраты ерітіндісінің арасындағы реакция. Реакция нәтижесінде ермейтін сары тұнба қорғасын йодиді мен еритін калий нитраты алынады. Реакция нәтижесінде тұнбаның түзілгенін көрсету үшін химиялық теңдеуге сәйкес таңбаларды қойып, реагенттер мен өнімдердің агрегаттық күйін көрсетеміз. Жақшаға алынған Қ таңбасы заттың қатты екенін, яғни суда ермейтінін білдіреді. Ал жақшаға алынған С.Е. таңбасы суда еритін қосылыстарды білдіреді. Кейбір реакциялардың жүру барысында жылу бөлінеді. Реакция барысында реагенттер мен өнімдердің де реакция өтіп жатқан ыдыстың да температурасы артады. Мұндай реакциялар экзотермиялық реакциялар деп аталады. Экзотермиялық процестің мысалы ретінде тұз қышқылы мен натрий гидроксиді арасындағы реакцияны немесе көміртектің жануын қарастыруға болады. Бөлінген жылуды химиялық теңдеудің өнімдер жағында көрсетілетін сәйкесінше таңбамен белгілейді. Реакция барысында реакция жүретін ортаның температурасы төмендейтінде реакциялар бар. Мұндай реакциялар эндотермиялық реакциялар деп аталады. Эндотермиялық реакциялар жүйеге жылу берілген кезде ғана жүреді. Сынап 2 оксидінің термиялық ыдырауы осындай реакцияның мысалына жатады. Жұтылған жылуды химиялық теңдеудің реагенттер жағында немесе теріс таңбамен өнімдер жағында сәйкес таңбамен белгілейді. Сутек пен азот арасындағы реакцияда азот молекуласы 3 сутек молекуласымен әрекеттесіп, 2 аммиак молекуласын түзеді. Алайда 2 аммиак молекуласы өзара әрекеттесіп, қайтадан бір азот молекуласымен 3 сутек молекуласын түзе алады. Шын мәнінде, мұндай реакциялар бір уақытта қатар жүреді. Мұндай реакциялар қайтымды реакциялар деп аталады. Химиялық теңдеулерде қайтымды реакцияларда тура және кері бағытталған бағытта 2 нұсқармен белгілейміз. Қайтымды реакциялар соңына дейін жүрмейді. Егер азотты сутекпен әрекеттестірсек, аммиактың өзгеріске ұшырамаған реагенттермен сутекпен азотпен қоспасын аламыз. Магний мен су буы арасындағы реакция бір ғана бағытта жүретін реакцияның мысалы. Магний сумен әрекеттесіп, магний оксидімен реакциялық қоспадан ұшып кететін сутек түзеді. Келесі бір мысал, сынап 2 оксидінің айырылуы, оның нәтижесінде сынап пен оттек түзіледі. Бұл өнімдер әрі қарай ешқандай реакцияға ұшырамайды.
Мұндай реакциялар қайтымсыз реакциялар деп аталады. Қайтымсыз реакция термині бір ғана бағытта жүретін реакцияларға қатысты қолданылады.